Баршаңызға сәлем, сүйікті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше жолмен осындай самсаның жасалу жолын көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, жанындағы тұрған қоңыраушқа белгіні басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай 2 жұмыртқамыз керек болады. 2 жұмыртқаның үстіне 2 ас қасық қаймағымызды саламыз. 20% қаймақ болады. Сосын үстіне 100 грамм суымызды саламыз. Үстіне татымына қарай тұзымызды қосамыз. Барлығын араластырып аламыз біркелкі масса болғанша. Ұнды алдын ала електен өткізіп аламыз. Мен көз мөлшермен қосатын боламын. Ұнды сіздердің қамырларыңыз мен сияқты жұп-жұмсақ болып шығуы керек. Қатты илеудің қажеті жоқ. Осылай қамырымызды илеп, жақсылап 5 минутқа тындырып қоямыз. Тағы 5 минуттан кейін тағы да қамырымызды илеп, сосын жаятын боламыз. Иі қанған қамыр әдемі болып жайылады. Мінекей біздің қамырымыз осындай болып шықты. Достар, егер осы видео рецепт сіздерге ұнап жатса, видеоның астына поделиться деген батырманы басып, әпкелеріңізбен, сіңілдеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қамырды 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін домалақтап шығатын боламыз. Жайғанға ыңғайлы болады. Осылай домалақтап етіп, алдын ала істеп қоямыз. Бірінші қамырымызды жайып аламыз. Жұқа әдемі болып шығуы керек. Қалың болса, слойлар шықпай қалуы мүмкін. Жұқа етіп жайып болған соң, енді 100 грамм тоқ май мен 100 грамм сары май, сосын 2 ас қасық сұйық майымызды салып, ерітіп, сосын қамырымыздың үстіне кесочканың көмегімен жақсылап жағып шығамыз. Егер сіздер майларыңыз тоңып қалатын болса, жақсы жағылмайтын болады. Жылы кезінде осылай жағып шығамыз қамырымызға. Майды жағып болған соң, енді видеодағыдай тығыздап орайтын боламыз. Сосын орап болған соң бір шетке ала тұрамыз. Келесі қамырымызды жаятын боламыз. Екінші қамырымызды жайып болды. Енді үстіне кесочканың көмегімен сары майымызды жағып шығамыз. Дәл осылай кезек-кезек етіп жасайтын боламыз. Бағанағы бірінші қамырымызды үстіне қойып орайтын боламыз. Осылай тартып-тартып ораңыздар. Қамырларыңыз жұқа етіп жайылу керек. Сол кезінде әдемі қатпарлы қамыр болып шығады. Қамырларыңыз қалың болып жайылып қалатын болса, қатпары шықпай қалуы мүмкін. Осылай кезек-кезек қамырымызды жайып, орайтын боламыз. Төртінші соңғы зуаламызды жайып, майымызды жағып, орап шығамыз. Видеода көрсетілгендей, кішкене осылай қамырымызды бұрап шығасыздар. Сол кезінде әдемі, тығыз қамыр болып шығады. Енді бұны начинкасы дайын болғанша холодильникке немесе морозильникке 20 минутқа қоя тұрамыз. Енді бізге керек начинка, пиязымызды алдын ала турап алдым. Мен самсаға жусай қосып жатырмын. Қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Енді кішкене картошка қосамын, 1 картошка, сосын фаршымызды татымына қарай тұзыңызды, бұрышыңызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Егер сіздердің фарштарыңыз майлы болмаса, кішкене сұйық май қосып жерсеңіздер болады. Сол кезінде сочный болып шығады. Немесе кішкене су қоссаңыздар да болады. 1-2 ас қасық су қосамыз. Сосын морозильниктен шыққан осы қамырымызды алып бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып шығамыз. Видеода көрсетілгенде жұқа етіп жайылған қамырымызды видеодағыдай 2 бөлікке бөлеміз. Начинкасын салып, видеодағыдай орайсыздар, кішкене ішінен қолымызбен тығыз жеріңіздер начинкасын, сосын қолымыздың ұшымен қамырымызды біріктіреміз. Тағы да көріп алыңыздар, міне ораймыз, сосын қолдың көмегімен жақсылап қысып шығамыз қамырымызды, ашылып кетпесін қамырларыңыз. Енді қызып тұрған пеште, алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз, 180 градуста 30 минутта піседі. Бір жұмыртқамызды жарып, осы самсаларымыздың үстін жақып шығатын боламыз. Егер осылай сіздерге ыңғайсыз болатын болса, қолыңызға алып жақсаңыздар да болады. Бетіне әсемдік үшін күнжіт немесе мак қоссаңыздар, сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіретін боламыз. Осымен біздің самсаларымыз пісіп шықты, өте керемет дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, өкінбейсіздер.